Құрметті оқырмандар, барлықтарыңызға сәлем. Біз ситуациялар бойынша тағы да жол ережесін қарастырып өтейік. Сіз осы жағдайда қандай кезектілікте жүруіңіз керек? Мысалы, осы жағдайда қарап отырсаңыздар, басты жолда қандай көліктер тұрғанын қараңыздар. Басты жолда бізде трактор тұр және жүк көлігі тұр. Ал қызғылт түсті автокөлігіміз ол екінші дәрежелі жолда тұр. Мына белгі жол бер деген белгі. Яғни қызғылт түсті автокөлік осы жолдағы көліктердің барлығына жол беру керек. Басты жолда тұрған трактор мен жүк көлігінен қайсысы бірінші жүреді? Әрине, екеуінен бірінші болып жүк көлігі жүреді. Себебі міне сіз трактордың ішіндегі жүргізуші болып есептеңіз өзіңізді. Сіздің оң жағыңыздан кедергі ол мына жүк көлігі. Сол себепті ол бірінші жүру керек. Келесі жағдайды қарастырайық. Бұл жерде басты жолда тұрғандықтан трактор бірінші жүреді. Қараңыз, бұл тұрақ алаңы. Осы тұрақ алаңынан шығып келе жатыр қызғылт түсті автокөлігіміз. Жүк көлігіміз мына жолда жүріп келе жатыр. Бұл жерде еш қиындығы жоқ. Тұрақ орнынан шығатын көлік барлық көліктерге жол беруге міндетті. Келесі жағдайды қарастырыңыз. Мынау екі жолақ сіздің бағытқа арналған. Енді қараңыз. Бұл басты жолда тұр, қызғылт түсті автокөлік. Ақ түсті автокөлігіміз ол да басты жолда тұр. Ақ түсті автокөлік кері бұрылу маневрін жасамақшы. Кері бұрылу үшін ол кімге жол беру керек? Қараңыз, трамвай екінші дәрежелі жолда тұр. Сол себепті бірінші болып қызғылт түсті автокөлік жүреді. Себебі ақ түсті автокөлік жүрейін десе оған оң жақтан кедергі пайда болады. Сол себепті қызғылт түсті бірінші жүреді. Одан кейін ақ түсті көлік кері бұрылады, сосын трамвай. Келесі жағдайды қараңыз. Бұл жағдайда мына ГАИ қызметкері солға бұрылмақшы. Ол ешқандай сигналын қоспаған. Сол себепті ол ереже бойынша жүреді. Ал мына скорый помощь ол дыбыстық сигналын және жарқылдақ маягы бар сигналды қосқан. Сол себепті ол бірінші жүру керек, ережеге бағынбай. Енді трамвай жүреді, одан кейін барып қызметтік көлік. Қараңыз, кольцевойға кірмекші мына көк автокөлік. Жасыл автокөлігіміз кольцевойдан мына жолағына шықпақшы. Сыртқы жолағына шығып, мына жолға түсіп кетпекші. Кім кімге жол береді? Әрине, бұл жағдайда жасыл автокөлігіміз шеңберлі жүрісте жүргендіктен басымдылыққа ие болады. Одан кейін қараңыз, мына автобустың жолақ, ол жолаққа түсуге болмайды. Сол себепті мына екі көлік бұрылу, кері бұрылу аймағынан кері бұрылу орындап жатыр. Сол себепті ол мына жолдағы көліктерге жол беру керек. Реттеушінің сигналын қараңыз. Реттеуші жүк көлігіне алдымен қарап оң қолын созып тұр. Яғни оған тек оңға жүруге рұқсат беріп тұр. Бірақ жүк көлігі тура жүрейін деп тұр. Сол себепті ол күтеді осы жерде. Жасыл автокөлікке жүруге рұқсат.